Жасөспірім және жүктілік. Заманауи жасөспірімдер балаларды қырыққабаттың ішінен немесе оларды құтандар алып келмейтіндігін баяғыдан біледі. Дегенмен, жасөспірімдер ғаламтордан алатын ақпараттар қаншалықты дұрыс? Шын, бұл ақпараттар жасөспірімдерді қаншалықты қауіпсіз ете алады? UNFPA 2018 жылы Қазақстанда жүргізген зерттеуі бойынша, жыныстық өмір сүруді бастаудың жасөспірімдер арасындағы орта жасы 16,5. Жасөспірімдердің 44%-ы бірнеше жыныстық қатынасқа түсетін жұбы бар. Ал осылардың 20%-ы жыныстық қатынас кезінде мүше қаптарды қолданбайды. Жыныстық белсенді өмір сүретін жасөспірім қыздардың 16,7%-ы жүкті болған. Осындай салдарды болдырмау үшін ата-аналар не істеуі керек? Бұл жайлы сөйлесуді неден бастау керек? Жақсы себеп қандайда бір фильмді немесе телебағдарламаны бірге көру кезінде. Кейбір ата-аналар осы сұрақтар бойынша ақпараттары бар кітаптарды балаларға беріп, оларды бөлмелерінде жалғыз қалдырып, кітапты оқуларына мүмкіндіктер береді. Әртүрлі ақпарат көздері тарататын ақпаратты баламен ортақ тілде жеңіл сөйлесу керек. Бала екі жыныс арасында болатын қарым-қатынас жайлы сұрақтарын қойған кезінде қорқыныш немесе ұялуды сезінбеуі керек. Сөйлесуге әрдайым дайын және ашық болыңыз. Сіздің балаңыз сізбен әртүрлі тақырыптарды талқылай алатындығын түсінуі керек. Жұптар арасында болатын қарым-қатынастар, жүктіліктің болуы, жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды жұқтырудың қаупі жайлы сөйлесуден ұялмаңыз, қысылмаңыз. Әңгімелесу барысында балаңыздың айтқан әрбір сөзін мұқият тыңдаңыз. Себебі, сөйлесу кезінде балаңыз мүмкін нені білетіндігін айтып, немесе контрацепциялар жайлы жалған немесе ойлап табылған ақпарат жайлы бөлісетін шығар. Мысалы, бірінші реттен жасағаннан жүкті болмайсың. Сіз өзіңіздің балаңызға кеңес беру арқылы оған келесідей бағыттар бере аласыз. Жыныстық өмір сүруді бастауды кейінге қалдыру. Жыныстық байланысқа түсер алдында жауапкершілікті өзінің мойнына алу және қарым-қатынасқа түспестен бұрын бұл шешімді толықтай қарастыру. Мүшеқапты қолдану, есірткі қолданудан бас тарту. Контрацепциялық әдістердің барлығы бірдей жасөспірімдерге жаға бермейді. Сондықтан да дәрігер мамандардың кеңестеріне жүгіну керек.